Бүгінгі зертханалық сабағымыздың тақырыбы, яғни сары фосфордың құрамындағы органикалық заттарды инфрақызыл спектрометрия әдісімен анықтау болып табылады. Жалпы сабақтың мақсаты қазіргі заманауи құрылғы майкралаб ИК Фурье құрылғысымен анықтайтын боламыз. Бізге қажетті керекті реактивтермен құрал жабдықтармен таныстырып кететін боламыз. Сонымен қатар ең алдымен жұмысты бастамас бұрын сіздердің қауіпсіздік техникасы ережелерін сұрауым керекпін. Ал бастаймыз. Қауіпсіздік техникасы бойынша бізде қазіргі сары фосформен жұмыс жасағалы жатырмыз. Сол себепті фосфор ауада белсенді зат болғандықтан ауада қатты тотығып өрт шығуы мүмкін. Сол себепті арнайы ыдыста суда сақталады. Және де күн сәулесі тікелей түспес үшін оны арнайы жабық ыдыста сақталады фосфор. Одан кейін егер де жұмыс жасап жатқанда жұмыс барысында фосфорға күйіп қалған жағдайда арнайы су толтырылған монша болады. Ванна болады. Соған күйген жеріміз қол болсын, кез келген жер жарақатты бірден сол суға салу керек. Ал жұмыс барысында, стол барысында мысалы өрт шықпас үшін бізде көпірме суды қолданамыз. Жерді көпіру, өрт сөндіру үшін, өрт сөндіру үшін қолданамыз, өрт шыққан жағдайда. Және де біз қолғапсыз жасаймыз фосформен жұмыс, себебі фосфор өзі балқып, одан ары қарай бізде қолғапқа ары қарай жара қалдыруы мүмкін. Сол себепті жалаңқылы жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді бүгінгі жасайтын жұмысымызға қажетті реактивтер мен құрал жабдықтар туралы айтып өтейік, кім дайын? Біздің бүгінгі сары фосфор тәжірибе жасауымызға қажетті құрал жабдықтар олар ИК Фурье құрылғысы ең бірінші, одан кейінгі бізге колба қажет, одан кейін шыны тәрізді стакандар, олар одан кейін су моншасы, тарызы қажет. Ең маңызды құрал жабдықтар осылар өте дұрыс. Ал жалпы жұмыстың жасалу барысын қысқаша айтып өтейік. Біріншіден жол жұмысты маған айтып түсіндіріп бересіңдер. Сендерді содан кейін барып қорғауға жұмыс жасауға жібереміз. Одан кейін жұмысымыз бастап кетеміз. Фосфор негізінен бізде 44-4 градуста ериді. Сондықтан біз су моншасын 50 градусқа қойып, жарты сағатқа қыздырамыз. Сол жарты сағатта қызып жатқан кезде біз ИК Фурье аппаратын қосып дайындаймыз. Ол да жарты сағат қызу керек. Сол фосфор еріп болғаннан кейін алып келіп фильтрленген қағазбен сүртіп жан-жағын суын құрғатамыз. Сосын ИК Фурье аппараты бізге 2-3 минутта нәтижесін шығарып береді, органикалық заттарды анықтайды. Қандай органикалық заттарды анықтаймыз біздің жағдайда? Алифатикасын және аналитикасын анықтайды. Ароматикасын анықтайды. Дұрыс, өте дұрыс. Жалпы осы екі затты анықтаймыз да, ортақ мәнін шығаратын боламыз, иә? Дұрыс айтасыңдар, бізде қазір заманауи инновациялық әдіс болып табылады. ИК Фурье құрылғысында біз органикалық заттарды анықтайтын боламыз. Экспресс әдіс деп аталады. Бұның екінші жанама түрі болады. Ол бізде гравиметриялық әдіс. Ол әдіспен жұмыс жасайтын болсақ, біз біріншіден уақытты үнемдемейміз, 1,5-2 тәулік уақыт кетеді. Екіншіден реактивтерді үнемдемейміз, және дәл бізге точный результат шықпауы мүмкін. Сол себепті біздің жағдайда осы әдіспен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Ал енді сендерді жұмысқа жіберуге мен қол қойып берейін. Жұмысқа дайынсыңдар. Мынау ИК Фурье құрылғысында біз қазір анықтайтын боламыз. Сол себепті жарты сағат уақыт қажет болады. Іске қосылып, өз температурасына сәйкес қалпына келіп тұрады. Жүріңіздер. Келесі залға барып, фосформен жұмыс жасайтын боламыз. Ағетке өзің айтып өткендей, бізге қажетті құрал жабдықтар дайын тұр, стөлдің үстіне дайындап қойдық. Бізге ең алғашқы не қажет болады екен? Сары фосфордың өзі, біз осындай шыны ыдыста сақтайтын боламыз. Не себепті? Ол ауамен әрекет етуі күн көзі түспеу керек біріншіден. Екінші, фосфордың өзін біз судың ішінде сақтаймыз, себебі бұл ауадағы оттекпен әрекеттесіп, жарылыс, қопарғыш заттар тудыруы мүмкін. Және мен қараңыздар, сіздер айтып өткендей, мынау ваннаның ішінде су тола болады. Өрт пайда болған жағдайда осындай ваннаның ішіне бірденен қолды салып, немесе секіріп, өртті сөндіру керек. Мына жерде біз фосфордан кішкене өнімін аламыз. Мынау сары фосфорды жылы суда алып, біз қолмен алысып ерітеміз қасықпен. Және де үстіне жылы қайнаған суды құйып, бір келкі араластырып тұрамыз. Осы кезде фосфор қоймалжың затқа айналады.
Енді бізге тағы не қажет? Кюветаны алып келеміз. Арнайы су моншасына дайындап қойдық. Мына жерде біздің су моншамыз дайын тұр. Су моншасы 50 градусқа дейін көтерілген кезде біздің алып жатқан сынамамыз 30 минут бойы су моншасында балқып еритін болады. Мына бізде экофолия құрылысына арналған кювет ыдыстары. Қазір осы ыдысқа біз фосфорды салып ерітетін боламыз. Сіздерге негізі фосфорды салуға болмайды, өте қауіпті, денемізге қам кеткен жағдайда өрт шығып кетуі мүмкін. Сол себепті сіздер тек қана осы лаборант қызметшінің көмегімен жұмыс жасайтын боламыз. Осы пипеткаға қазір біз кішкене су құйып аламыз. Не себепті біз су құямыз? Қыздар айтыңдаршы. Өйткені сары фосфорымыз ауаның пипетканың ішіне бір өзі қылмау керек. Өйткені ол ауаға іркетесіп, пипетканы жуу қиындайды. Қиындап жабыстауы. Сол себепті пипетканы біз арнайы жылы суға дайындап сап қоямыз. Ең бірінші пипеткаға суды құйып алып, одан кейін фосфорды алатын боламыз тұрсын. Қазірге айттым ғой, бағана өрт шығып жатқан жағдайда біз не істейміз? Қандай ерітіндімен столдың үстін сөндіруге болады? Купромесоктор ерітіндісімен. Ол сұйық күйінде болады және қатты күйінде болады. Столдың үстінде дайын көрсетіп қойды. Мына пипеткамен біз кружканың көмегімен сары фосфорды қазір керек мөлшеріне құйып аламыз. Қараңыздар. Мына арнайы кюветті біздің қазір экофолияға қойып зерттейтін кюветамыз. Екі түрлі сынама аламыз. Не себепті екі түрлі аламыз? Екеуін қосып, ортақ нәтиже шығару үшін. Жалпы біз зертханада әрдайым айтамыз, сендерге екі түрлі біз сынама аламыз. Себебі ортақ мәнін шығаруымыз керек, біз дәл өлшем алу үшін. Енді екінші кюветаны толтыратын боламыз. Қазір екінші кюветамызды толтырып, мынандай кішкентай тығындар болады бізде. Пробка дейміз ғой. Бұл пробканы қазір кюветаның бетін жабамыз, қатты қыспаймыз. Егер қатты қысатын болса, Қысымы көтеріліп кетеді. фосфор артуы мүмкін астына. Сол себепті жай ғана жауып қоямыз. Қазір сынамамыз дайын болғаннан кейін су моншасына қойып, 30 минут бойы қыздыратын боламыз. Ал жалпы фосфор бөлме температурасында қанша градуста ериді? Кім айтады? 44-40 градуста ериді. Дұрыс айтасың. 44 градустан кейін фосфор ере бастайды. Арқаға газдар бөлінуі мүмкін, адам денсаулығына. Ал енді мына нені алыңдар, стаканды алыңдар Динара. Ал, абайларсызда, астына тәпкамен ұстаймыз. Алып кетіңіз, Динара. Не жүріп? Аспаймыз. Арнайы су моншасына жарты сағатта қыздырып қоятын боламыз. Осы жарты сағат ішінде біз уақытты құр жібермей, сендердің бүгінгі сабаққа дайындалған теориялық деңгейлеріңді мен бағалап тексеретін боламын. Ал сағаттарымызды қараймыз. Жарты сағат уақыт өту керек. Бағана айтып өткендей, осы жарты сағат ішінде құрылғы қызып дайын тұрады, жұмыс жасалады. Ал ендеше тақтаға жүреміз. Зертханалық жұмысты қорғау барысы, теориялық дайындық деңгейлерін барлығын мен 100 балдық бағамен бағалайтын боламын. Сол себепті сабаққа жақсы қатысатын боламыз сабақтарымыз. Бұл жерде 5 түрлі бағалау критерийіне мен сендерді бағалайтын боламын. Ең бірінші зертханалық жұмысқа жасау жіберілуін айтып өттік. Өте тамаша. 20 балдан қоямын. Ал енді теориялық сұрақтарға жауап беру деңгейлерін тексереміз. Бірінші, лездеме сұрақтан бастайық, қыздар. Лездеме сұрақ. Мен сендерге ауызша тест сұрақтарын айтатын болам. Сендер маған дұрыс жауабын айтасыңдар. Бізге бор керек болады, бор барлығы бар. Ақ және қызыл фосфордың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Ол кристалл торына байланысты. Өте дұрыс. Ақа, өте дұрыс. Келесі сұрақ.
фосфордың валенттілігіне тотығу дәрежесі оның жоғары активінен қышқылы нешеге тең болады? 5-ке және -5-ке. Келесі сұрақ. Фосфор қышқылының валенттілігіне тотығу дәрежесі нешеге тең? Бұл 5 пен плюс 5-ке тең болады. Көрсетсең болады. Жалпы валенттілікті біз қалай ажыратамыз? Жалпы фосфор қышқылының формуласын жазып, Оның бізде сутек бір валентті, оттек -2. Біз сутектегі бір валент үшке көбейту арқылы оттек 8, сондағы 5 болады. Оны тотығу дәрежесі плюс 5-ке тең, және валенттілігі 5-ке тең. Өте тамаша, дұрыс. Бұл біздің фосфор қышқылының құрамында қанша элемент бар? 3 элемент бар, қандай элементтер бар? Фосфор, оттек. Өте дұрыс. Күрделі қосылыс болып тұр ғой, Келесі сұрақ. Қай заттың фосфор қышқылы әрекеттеспейді, бірақ азот қышқылы сұйытылған әрекеттеседі? Қай затпен? Күміс. Купрум әрекеттеседі. Өте дұрыс. Мыспен әрекеттеседі. Келесі сұрақ. Аммоний ерітіндінің ПО4 иондарының бар екендігін анықтау үшін бізге не алу керек? Сапалық реакция және күміс табамыз, Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Ара ұясы техникасы бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Біздің жағдайда химиялық өзгерістерді жазып, іс жүзінде қандай реакция теңдеулері арқылы бір заттың екінші затқа ауысуын біз көрсетеміз, Тақтаны дайындаймыз, қыздар. Ал жазамыз. Айгүл жаз. Жалпы фосфордан кальций фосфидін алу. Бірінші жазып қойшы, фосфор, кальций фосфиді. Кальций фосфиді. Фосфид. Фосфор ангидриді. Тоқта, фосфор ангидридін жаз. Бізде H4, H4. Өте дұрыс. Және фосфор ангидридінен металфосфор қышқылы алу. Металфосфор қышқылының формуласын жазамыз. Және фосфор қышқылының формуласын жазамыз. Тапсырма түсінікті ғой барлықтарыңызға, Алғашқыда фосфордан фосфор фосфиді, фосфин, фосфор ангидриді, металфосфор қышқылынан мен фосфор қышқылы алу реакция теңдеуін жазамыз. Ал дайын болса кім бастайды? Бірінші фосфордан кальций фосфидін алу үшін біз фосфорға кальцийді қосамыз. Теңестіру үшін алдына коэффициенттерін қоямыз. Дұрыс. Келесі кальций фосфидінен фосфинді аламыз. Фосфинді аламыз. Жалпы фосфин деген не бізде? Қандай зат? сұйық зат. Бұл газ, өте улы зат, Енді осы фосфор тұз қышқылын қосу арқылы біз фосфин газын алуымызға болады екен, Өте дұрыс. Болды ма? Теңестіреміз. Болып теңестір. Жалпы алып қосарларың бар ма? Өте дұрыс. Мына жерде кальций фосфидіне су қосу арқылы фосфинді алуға болады. Жарайды, көрейік сенің осыған. Жалпы бізде неше түрлі жолмен алуға болады өнімді. Енді екінші жолын көрейік. Су қосу арқылы. Зертханада осындай жолмен де алуға болады. Айгүл, сен қазір не алдың? Қандай өлім алдың? Бұл жерде кальций фосфидінен суды қосу арқылы фосфинмен кальций қосып Өте дұрыс. Ары қарай енді фосфор ангидрид қандай жолмен үшін оттекті қосамыз бұл жерде. Ол шыққан өнім бізде фосфинге оттекті қосу арқылы өшіре бер. Фосфор ангидридін алып отырмыз,
Ал фосфор ангидридінен біз метафосфор қышқылын алу үшін қандай өнім қосады екенбіз? Кім біледі? Қыздар тез реакцияға бастырамыз. Не қосу? Демелені қосасың. Аха, ал, жаза ғой. Жазасың ба? Белсенділік танытамыз, қыздар, барлықтарымыз бірдей сабаққа дайындық деңгейіміз көрсетейік. Метафосфор қышқылын алу арқылы біз ары қарай фосфор қышқылын алатын боламыз, иә? Мен метафосфор қышқылын алу үшін фосфорға суды қосамын. Анық жаз. Бұл жерде мына жерде фосфорға суды қосқан кезде фосфорымыз тең болмай қалады, алдына коэффициентін қоямыз және Реакцияны теңестіреміз. Сонда бұл жерде 2 су болады, одан кейін 4 фосфор тең болады. Енді келесі. Бұл жерде де сондай фосфорға суды қосу арқылы фосфор бұл жерде 4 болса, мына жерде 3 дегенде қоямыз да бәрін теңесіп тұр. Реакция теңесіп тұр. Сен ары кішкене қобал жұмаймыз, Айгүл толықтырып жібересің ба? Бұл жерде ары қарай бізде негізі антигидридінен кейін фосфор бізде H болып тұр. Метафосфор қышқылын алуымыз керек қой. Сол себепті бізде бұл жерде мысалға антигидридке 4H жұмға суды қосу арқылы аламыз. Біз қышқылдарды негізінен су қосу арқылы жүргізуге болады. Сонда бұл жердегі метафосфор қышқылы бізде H болып тұр. Келесінде бізде соңғы орнында H3 болып тұр. Яғни фосфор қышқылын өзін аламыз, иә? Өзін алуымыз керек. Бұл жерде су қосу арқылы аламыз. Жалпы өндірісте фосфордан ең бірінші фосфор қышқылын алу арқылы біз қалған фосфорның құрамында заттарды алуға болады. Өндірістегі ең бірінші өнім осы фосфор қышқылын алу болып табылады. Ал өте дұрыс. Келесі тапсырмаға көшейік. Тақтаны өшіріп дәлелдей береміз. Мен айта берейін. Келесі тапсырма бізде фосфор қышқылының 3 сатыдағы диссоциациялану дәрежесін көрсетеміз. Екінші сұрақ фосфор қышқылының қалдықтарының сапалық реакциясы және фосфиттердің қолданылуы. Осы 3 сұраққа жауап береміз. Алғашқы 2 сұрақ бойынша жарайды. Фосфор қышқылының 3 сатыдағы диссоциациялану реакциясын жазамыз, е? Мынау фосфор қышқылының өзі, оның диссоциациялану кезде бірінші сутек ионы бөлінеді және дигидрид фосфор ионы бөлінеді. Фосфорды қолдануды қалай берсін болады? Айта бер, дайынсың ба? Фосфордың қолдануы дегеніміз ол ең біріншіден қарапайым өмірдегі мысал келтіретін болсақ, біз оны тыңайтқыштар ретінде қолданамыз. Ол мысал ретінде белгілі селитр, амофос деген сияқты солар ең ауыл шаруашылығында қолданамыз. Ең танымал тыңайтқыштар солар болып саналады. Ал екіншіден ол фосфордың тек қана тыңайтқыш ретінде емес, біздің адамның денсаулығына өте ол пайдалы. Мысалы бүйрегімізде тас пайда болады, соның алдын алу үшін фосфор қышқылынан фосфорды қоса отырып, одан дәрі-дәрмек жасайды. Ол дәрі-дәрмектерді ол зәр шығару жүйелеріне де барлық жер ағзамызға барлығына пайдалы. Өте дұрыс. Медицинада да, жалпы өмірде де, техникада да, өнеркәсіпте де фосфорын алатын орны өте зор екен, иә? Ал Ақерке жазғаныңды бізге айтып түсіндіріп бер. Мына жерде бірінші фосфор ион, бірінші сатысы, иә? Бірінші сатысы соңында фосфор қышқылынан сутек ионын бөліп алдық және дигидрид фосфат ионын бөліп алдық. Сосын дигидрид фосфат ионынан бірінші сутек бөліп алдық, сосын гидрид фосфат ионын бөліп алдық. Дигидрид фосфат ионынан сутек және фосфат ионын бөліп алдық. Өте дұрыс, жарайсың. Ал екінші сұрақ бойынша Айгүл айтып бересің, иә? Сапалық реакцияларды. Сұрақтарда кездескен болатын сапалық реакция дегенде біз күмісті қосу арқылы алатынбыз. Бұл жерде бізде фосфор қышқылына H3 сапалық реакция ретінде күміс нитратын қосамыз. Бұл жерде бізде арнайы сары тұнба түзіледі.
реакцияны теңестіреміз. Және бізге тұнбаға түсетін тұнба бұл жерде бізде күміс фосфаты, иә? Көрсетіп қой. Ары қарай сапалы. Және қандай газ бөлінеді бізге? Бізде азот, қышқыл газы, иә? Оны көрсетіп қоямыз, газды жоғары қарай, стрелка, егер тұнба болса, төмен қарай түсіреміз. Бізде сапалық теңдеу ретінде күмісті қосу арқылы аламыз. Жаңағы біздегі бастапқы H3PO4, яғни фосфор қышқылының сапалы реакциясы болады. Жарайсың, өте дұрыс. Бүгінгі дайындық деңгейлерің маған өте қатты ұнап жатыр, барлықтарын жақсы дайындауға келіпсіңдер. Ал енді біздің келесі тапсырмамыз сендерге лекция сабағында өз бетінше жұмыс берген болатынмын. Фосфорының қасиеттері білгендері, сонымен қатар қазір қосымша есеп беретін боламын. Есептің берілгенін жазып алсаң да болады, тақтаға бірден есеп шығаруға кірісеміз. Ал бізде қалған үй тапсырмасы бойынша бізде әрекке қасиеттерін айтып өтсең болады. 14,12 грамм фосфор оксидін 50 мл сумен әрекет еткен кезде фосфор қышқыл ерітіндісін массалық үлесін анықтаңдар. Ал осы уақыт ішінде ағерге фосфордың жалпы қасиеттері туралы айтып өтсең, және қандай түрлері табиғатта кездеседі, адамның денсаулығына зиян жағын сәл айтып өтеміз. Фосфор бізде өте белсенді элемент болып табылады. Фосфор негізінен өзінің Менделеев кестесінде өзінің сол жақ төмен жағындағыларды тотықтырады, ал өзінің жоғарғы оң жағындағыларды тотықсыздандырады. Осыны таблицадан көрсетіп жіберсең, бізде Менделеев таблицасы бар. Жалпы фосфордың бет номер қанша бұл жерде? 15, аха. 5-ші валентті таблицада бойынша қасиетін айтып өтсең фосфордың. Оның салмағы 31 атом. Мына жақтағыларды тотықтырады. Сол жақ төмен жақтағы барлық элементпен әрекеттесіп, тотықтырғыш қасиет атқарады. Ал жоғары жақтағы оң жақ жоғары жақты элементтермен әрекеттесіп, не істейді? Тотықсыздандырады. Өте дұрыс. Ал енді ары қасиеттен айтамыз. Фосфор өте белсенді металл болғандықтан ол көп химиялық элементтермен әрекеттеседі, көп реакция жүргізеді. Негізінен фосфорлардың түрлері өте көп. Ақ фосфор, сары фосфор, қызыл фосфор, қара фосфор және металлды фосфор. Ақ фосфорды 300 градуста ауасыз қыздыратын болса, одан қызыл фосфор пайда болады. Ал егер ақ фосфорды жалпы біздің денсаулығымызға қай фосфор зияндырады? Ақ фосфор, иә? Бірақ өндірісте кеңінен ақ фосфор, сары фосфор. Бүгінгі жағдайда біз сары фосфор қолданамыз. Зиянды фосформен жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді міне қолында дайындалып келген қызыл фосфордан жарылғыш заттарды жасайды екен, иә? Полимерлер жасайды. Сіріңке жасауға қызыл фосфор қолданылады негізінен. Қызыл фосфорды қысымы жоғары жерден қолданатын қолданылмаймыз. Ары қарай қара фосфорға айналған кезде ол графит тәріздес затқа айналады. Қатты затқа айналады, ол уже адамға зияны жоқ болады. Ал металдық фосфорды өндірісте кеңінен қолданып, электр тоғын не істейді? Жақсы өткізетін қасиеті бар. Қыздар есеп шығарып болды ба? Бұл жерде біз фосфор оксидіне суды қосқан кезде бізде фосфор қышқылы түзіледі. Осы қышқылдан кейін біз моль әдісі арқылы оның есебін тауып аламыз. Одан кейін шыққан мольдарды қысқартып, сонда 19,16 грамм түзіледі. Ол массалық үлесін ерітіндімен еріген затқа қосамыз. Бұл жерде 98 грамм моль дегеніміз бұл МР, яғни H2O4-тің қышқылын жалпы МР-ін алғанда біз пропорция бұрында қысқа түрінде шығарып алдық, 0,02 көбейтіп, ары қарай еріген зат пен ерітінді заттың біз барлық жалпы массасын аламыз, яғни 500 граммен 14,2 грамм. Негізі 50 мл болған, мен 100-ге көбейтіп грамм айналдырып алдым формула бойынша.
және де бізде жалпы барлығының 514,2 грамм шықты. Ал бұл массалық үлесін табу үшін фосфор қышқылының бастапқы біздегі шыққан фосфор қышқылының өзінің массасымен жалпы еріген зат пен еріткен заттың массасын бөліп 100-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде процент шығады 3,8%. Яғни сонда бізде фосфор қышқылының жалпы бұл жерде массалық үлесі 3,8%-ге тең болып тұр. Өте дұрыс. Енді сіздер бағалап жіберейін. Теориялық сұрақтарға барлықтары жақсы қатыстыңдар. Аллергияге 20 балл қоямыз. Айзадаға 15, Ранидаға 20 қоямыз. Белсенділікті әлі де сабақ барысында танып жатамыз, бірақ деңгейлік тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар, бағалап жіберейін. Фосфорымыз уақыты жақындап қалған сияқты, бір көрейік. Егер дайын болса, біз арнайы икапуресіне қойып анықтайтын боламыз. Біздің филиалда осы жаңа жабық фосфор заводы өнімдер өндіріледі. Ең бірінші сары фосфор. Сары фосфордың уже ары қарай тұздары келеді. Триполифосфат натрия, фосфорный ангидрид, техникалық триполифосфат натрия, орта фосфор қышқылы алынады. Және побочный продукт феррофосфор, нефосфорно-калийное удобрение. Не айтуға болады біздің өнім бойынша. Біздің өніміміз бүкіл әлемге тарайды. Сары фосфор тек қана осы Қазфосфатта өндіріледі. Единственная компания Қазақстанда, бүкіл әлемде, можно сказать, единственная компания. Енді мына қыздар бойынша айтатын болсақ, 16 жылы келісілген шарт бойынша біз студенттерді қабылдап жатырмыз. Қазір 21-22 жылға дуалды әдіс бойынша, жүйесін енгізу бойынша тағы да келісім шарт жасалған. Біздің именно филиалменен, жаңа жабық фосфор заводыменен енді студенттер келіп, каждый апта сайын 3-2 курстың студенттері келіп, жерден тәжірибе алып жатыр. Анаяқта оқыған теориясын практикамен жалғастырып жатыр, можно сказать. Қыздар солай ма? Енді мынау сіздердің кафедрадан осы филиал ашылған, осы жерде химия, физика және жаратылыстану бойынша, мамандықтар бойынша барлық үлгідегі оборудованияларымыз бар. Қазір қыздар жасаған шығар, уже жасаған жоқ әлі. Икапуреде біздің өнімнің құрамындағы органикалық затты анықтап береді қыздар. Жақсылап үйренді, көрді. Және де химиялық реактивтердің барлық түрі бар. Бұл кісілердің бағдарламасы бойынша, өтетін сабақтары бойынша, зертханалық жұмыстары бойынша ешқандай кедергі жоқ. Енді студенттердің өздеріне сұрайық, қалай ұнап жатыр ма сіздерге өндірістік практика? Ешқандай біздің жақтан кедергі жоқ па? Жоқ. Керісінше лаборант тәтелер бізге көмектесіп үйретіп жатыр. Білмейтін нәрселеріміздің бәрін көрсетіп үйретіп жатыр. Дұрыс. Енді бізде енді университетте рұқсат берілмейді ғой. Бізде енді реактивтерге шектеу жоқ. Қандай реактивпен жұмыс істеймін десе де программасы бойынша істейді. Біз барлық реактивтерді оқып береміз. Және де енді бізде сіздердің дайындаған жаңағы высококвалифицированный кадр дейміз ғой. Сондай сіздердің среди выпускников болса, сондай кадрлар біз өзіміз жұмысқа алуға кепілдігіміз бар. Біз конкурстық жүйе бойынша өзімізге қабылдаймыз. Бізде аз емес жұмыс істеп жатыр. Тегу кезіндегі студенттер, енді қазір сіздерде халықаралық дәрежедегі институтсыздар ғой сіздер. Сіздерде бізде студенттер бар, уже жұмыс істеп жатыр. Мысалы, Орынбай Шернияз деп бәріміз алақанымызға саламыз, сол баланы практиканы осы жерде өткен. Бізде өте сезімтал, бәрін түсінеді, өте жоғары білімді бала енді Орынбек Шернияз. Сол ары қарай жалғастыра беріңіздер. Біз әр уақытта қуанамыз. Осындай білікті мамандар дайындап берсеңіздер біздің компанияға. Диспетчер болады. Диспетчер кім ғой? Нариман. Шерхан. Сіздерде оқып бітірген ғой? Иә, сіздерде оқыған, иә, бірге практиканы өтіп жерде, производственный практиканы өтіп өтті ол жігіт. Қазір енді ол диспетчер болып біраз жұмыс үйренді да, қазір басқа цехқа маман болып ауысып кетті. Қазір осы филиалда жоғарылады. Сондай бізде өте көп, менің лабораториямда да қыздар бар, Рахат Айдана бар, сіздердің қыздарыңыз, магистратура кадрымыз тоже сіздердің оқу орнынан шыққан.
өте қуаныштымыз, қыздар өте жақсы балалар, тәрбиелі қыздар есеп болады. Рахмет сіздерге осындай балаларды оқытып беріп жатқандарыңызға. Біз өзімізге айтып жатырмын ғой тағы да, сондай білікті маманды алуға дайынбыз. Сағат қосырып біз ертіп жатырмыз ғой, 30 минут уақыт өткен сияқты, сол алып келіп, мынау икафурия құрылғысында органикалық заттарды анықтайды. Алып келіңіздер. Ал енді зерттеу нәтижелерін біз қарастыратын боламыз, мынау икафурия құрылғысында компьютерлік модельдермен жабдықталған арнайы майкралаб ЛК бағдарламасы қондырылған. Осы жерде біз қазір ерітілген фосфорымызды кюветамен салып, мына икафурияге құрамындағы органикалық заттарды анықтаймыз. Арнайы біз қазір немізді, кюветамызды құрғатып сүртіп аламыз. Құрылғымыз дайындалып жатыр. Құрылғымыз жұмыс жасауға дайын. Сол ол последний, оның алдындағы жерге тоқтаған. Ал дайын жұмысымыз. Арнайы біздің мынау аппараттың сезімталдығын біз тексеріп алдық, бос кюветамен. Енді ішінде фосфор бар кюветаны аппаратқа салып анықтаймыз. Бұл аппараттың артықшылығы заманауи құрылғы 5-10 секунд ішінде бізге бірден нәтижеміздің зерттеу нәтижесін анықтап беретін болады. Яғни алифатты және ароматты қосылыстарды жеке-жеке ажыратып бізге санын айтып береді. Бұл жердегі шыққан нәтижеміз ppm өлшем бірлігімен анықталады. Қанша ppm бар екенін біз қазір білеміз. Салыстырмалы түрде екінші сынаманда көреміз. Осы екі нәтижемізді қосып, екіге бөлу арқылы біз ортақ нәтижені есептеп аламыз. Ал қыздар жазып алыңыздар. Міне бірден компьютерді көрсеңіздер, алифатика және ароматика қосылыстарын бізге анықтап берді. Яғни 3 мл фосфорында бізде осындай органикалық заттар кездеседі екен. Қарасаңыздар, алифатика көп па, ароматика көп екен? Ароматика көп. Жалпы анықтамасын айтып беріңдерші маған, ароматика дегеніміз не, алифатика дегеніміз не? Алифатика дегеніміз майлы қышқылдардың органикалық қалдықтары. Ароматика дегеніміз бензол, толос секілді заттар. Яғни мына фосфордың құрамында осындай примеси дейді ғой, қалдықтар кездеседі. Сол қалдықтарды біз 3 мл фосфорда осынша қалдық бар екенін біз анықтап білдік. Дұрыс па? Бұлардың өлшем бірліктері ppm-мен беріледі. ppm-мен есептелінеді. Дұрыс айтасың? ppm-ді процентке айналдыру үшін оны 1000-ға бөлеміз. 1000-ға бөлу арқылы біз процент бөлеміз. Дұрыс айтасың. Гравиметриялық әдіс бойынша біз только процентпен есептейтінбіз, а біздің жағдайда ppm-мен бірден. Ал екінші сынамамызды жазайық. Ароматика. Алифатика мен ароматиканы қосып, енді тақтаға өте дұрыс, міне жұмысымыз аяқталды. Енді қыздар, сендерге бір сұрақ. Мынау біз зерттеген өнімімізді, фосфорымызды біз ары қарай не істейміз? Біз қалдық ретінде қабылдаймыз ба, бұны не істеуге болады? Бұны қайтадан цехқа лабораторияға беріп жіберіп, жұмыс жасауға болады. Өте дұрыс. Енді біз шыққан нәтижемізді өңдейміз, тақтаға жазып өтеміз. Бірінші алифатикамыз 22,147 етем. Бірінші ароматикамыз Ароматика көп шығады екен, Ароматика дегеніміз бізде тол, ол бензол, ксилол сияқты заттар, Ал екінші нәтижеміз сәл өзгеріс бар, Енді осы екеуінің ортақ мәнін біз жасаймыз, қалай жасаймыз ортақ мәнін табу үшін? Бірінші, мына екеуін қосып аламыз, сосын мына екеуін қосып аламыз. Жеке-жеке қосып,
екіге қайтадан бөлеміз, иә? Ортақ мәні шығады. Жалпы химия зертханасында жұмыс жасаған кезде әрдайым сендерге айтамын ғой, 2-3 жолмен осылай жасау керек. Сол кезде бізде нақты және дәл нәтиже шығатын болады. Екеуін қосқан кезде бізде шықты 967, 606. Екеуінде 977, 645. Бұл екеуін өзара қосамыз да. 967, 606. Екіге бөлеміз, иә? 67, 606. Екеуінің қосындысы бізде 1945-те 201. Осыны біз бөлеміз 10 мыңға. Проценттік түрде шарт беріп не бізге? Егер бізге ppm есеп бер десе, осы күйінде қалады. Егер процент керек болса, 10 мыңға көбейте саламыз. Ал біз айтып отырмыз ғой, қазір заманауи бізде әдістегі икафурия құрылғысымен спектрометрия әдісі. Ал осы құрылғы алмай тұрып, осы өндірісте бізде гравиметриялық әдіс арқылы осы әдісті анықтайтын, ол әдістің екеуінің айырмашылығы бір жарым тәулік уақыт кетеді, көптеген реактивтер кетеді, индикаторлар кетеді, приборлар кетеді және де лаборанттардың саны кетеді. Сонымен қатар дәл өлшем шықпауы мүмкін, вероятность аз дейді ғой. Но сонымен қатар енді біз бұл жаңа прибор шықты деп бұл өндірісте ол әдісті тоқтатып қойған жоқ. Мүмкін бұл бізде икафурия құрылғысы істен шығып қалуы мүмкін, свет болмай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда бұл жердің лаборанттары гравиметриялық әдіс арқылы осы фосфордың құрамындағы органикалық заттарды осыда гравиметриялық әдіспен анықтап отырады. Егер сондай жағдайда анықтайтын болса, олар проценттік түрде анықтайды. Егер ppm түрінде айналдыратын болса, бағана айтқандай, көбейте саламыз, өте дұрыс. Ал енді сендерді бағалап өтейін. Қатыстыңдар. Зерттеу нәтижелерін өңдеуге барлықтарын жақсы салыстыңдар, ағайынке 26 қояйын. Жалпы балды есептейін. Ал есептейміз қыздар бірге. Ағайынке 98 жаман емес, өте жақсы. Айзада. Есептеңдер, тез-тез. 30, 89. Ранида. 96. Өте жақсы бүгін сабаққа қатыстыңдар. Сабақты осымен қорытындылаймыз. Ендігі кезекте бізде рефлексия. Рефлексия дегеніміз кері байланыс. Бүгінгі сабақта жалпы сендер қандай әсерде болдыңдар, сабақтың мақсаты мен мазмұны түсінікті болды ма, және зерттеу нәтижелері бойынша сендер бүгінгі сабақта не оқытыңдар, соны ойларыңды жинақтап айтып өтсеңдер. Бізді бұл жерде икафурия жаңа құрылғысының заманауи құрылғысымен гравиметрияға қатысты салыстырмалы түрде мысал ретінде алып қарадық. Тәжірибеде бізде қазіргі таңда заманауи әдіске байланысты икафурия құрылғысына салдық. Ал негізі жалпы атауы бұл жерде инфрақызыл спектрометрия әдісі. Гравиметриялық әдісте бізде өзіңіз айтып өткендей бір тәулік уақыт кетеді. Оған реактивтер, ерітінділер және де оған көбіне лаборанттық жұмыста көп адам саны да керек болады. Уақыт үнемделмейді. Және де нақты нәтиже шығуы да белгісіз. Ал біздегі жаңа әдісте осы өндірісте қолданылғанда 2 жыл болды. Икафурия құрылғысында бізде бар болғаны 1-2 секундта өнімнің жалпы ароматты, алифаттық қосылыстардың құрамын барлығын нақты анықтап бере алады. Және де уақыт үнемдейміз, реактивтер, ерітінділер барлығы үнемделмек болады, екіні салыстырғанда әдісті. Өте дұрыс. Бүгінгі алған әсерлерің Ақерке сабақты. Жалпы өндірісте сабақ өткен сендерге ұнайды ма? Осылай дуалды оқыту әдісі бойынша. Фосформен жұмыс жасап үйреніп жатырмыз. Жақындатпаса да
алыстан ұстап көрген, көзбен көрген. Ол барлық жұмыстар емес, иә. Мысалға бүгінгі фосфор ол өте, оның ішінде өзің айтқандай ақ фосфор, сары фосфор адам денсаулығына зиян. Сондықтан бұл фосфорын өзін ұстау үшін сендер бірінші, екінші разрядты лаборант болуларың керексіңдер. Сол кезде ғана сендер фосформен жұмыс істей аласыңдар. Ең бастысы теориялық деңгейлерің сендер өте керемет, дайынсыңдар. Ал Динара не айтамыз? Біз бұл жерде экофоре құрылғысын, неше түрлі пипеткалар, қолбаларда көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап, неше түрлі тәжірибелер жасамасақ та, көзімізбен көріп, 100% бұл жұмысты, бұл оқуды ары қарай жалғастыруға шабытымыз ашылды деп айтуға болады. Біраз көп нәрсе үйренеміз, тәжірибе жүргізген сияқты. Иә. Ал сабағымыз аяқталды. Сендерге егер тапсырма осы фосфордың өндірісі туралы тағы да мәлімет жинап келеміз келесі сабаққа. Сау болыңдар.